Мында 10 қалды бізде. 10 қалды. 10 мен 20 көсең 200. 10 қалады. Енді бізде келесі бұның жауабы 39.900 деп аламыз. Енді бізде 9 екінші есепті біттік. Енді 9-ды үшінші есепті қарастырайық. 9-ды үшінші есепті бізде не дейді оқушылар? 9-ды үшінші есепті берілгенде бірінші есепті қарастырайық. Бірінші есепте С 8-ден 4-ті қосамыз. С 8-ден 3 факториал емес, 8-ден 3 теріп тең болады. С мына неше болып тұрса 9-дан 4 теріп аламыз. 9-дан 4. Енді оны есептейік. С 8-ден 4 сразу жазып алсақ есептеп мұнда оқушылар, 8 факториал, 4 факториал көбейтілген 5, 6, 7, 8 деп аламыз. Бөлімінде 8 4 болсақ 4 факториал көбейтілген 4 факториал 24-ке тең болады. 4 факториал кетеді. 8 мен 24 бөлсе қысқартсақ 3 қалады. 3 пен 6 қысқартсақ 2. Біріншісінде бізде 5, 2, 70 қалады. Қосылған 8-ден 3 алатын болсақ 5 факториал 6, 7, 8 деп аламыз. 6, 7, 8 деп аламыз. Бөлімінде 5 факториал көбейтілген бізде өз басында 3 факториал нешеге тең болады? 6-ға. Бізде 8-ден 3-ге алған кезде 5 факториал деп ала салдық, және мұнда 3 факториалымыз 6-ға тең. 5 факториал келеді, 6 мен 6 қысқарады, сонда бізде 50 алды. Онда 50 алды. Келесі 9-дан 4-ті де орнына жаза салсақ, 9 факториалды 5 факториал 6, 7, 8, 9 көбейтіндісі деп аламыз. Келесі бөлімінде 5 факториал көбейтілген 4 факториалымызды нешеге тең? 24-ке. 5 факториал қысқарады, 24 пен 8 қысқарсақ 3 қалады. Енді 3-ті 6 қысқартсақ 2 қалады бізде. Енді оқушылар, мұнда бізде біріншісіне 70, төртіншіге жазсақ 70 плюс келесі 2. Келесі бізде 56 тең. Мұнда бізде 9-дан 63-те көсең 126. Енді 70-ге 50 болатын болсақ 126, және біз теңдік орындалды деген сөз. Келесі екінші есепті қарастырайық. Бізде келесі екінші есепте не дейді оқушылар? С 8-ден 4 қосамыз. С 8-ден 5 қосамыз. 9-дан 5 С 10-нан 5-ге теңгені дәлелеуіміз керек. Оқушылар, мән бермейміз. Келесі. Бұл кішкене оқушыларға болайын деп тұр. Сондықтан кішірейтіп жазамыз. Бірақ сіздерге көрінетін деп жазамын. Келесі 8-ден 4-ті бастапқыда есептеп алсақ, 4 факториал 5, 6, 7, 8. Бөлімде 4 факториал көбейтілген 4 факториалымызды 24-ке тең деп аламыз. 4 факториал 4 факториал 24 пен 8-ді қысқартсақ бізде неше болады мұнда? 3 пен 6 қысқартсақ 2. 5, 2, 7 алды бізде. Келесі бізде 8-ден 5 аламыз. 8-ден 5 бізде 8-ден 5. Дұрыс, бізде 8-ден 5 мұнда. 8-ден 5. 3 болып қалды. 8-ден 5. 5 факториал көбейтілген 6, 7, 8. Бөлінген 5 факториал көбейтілген 3 факториалымыз бізде 6-ға тең болады. 6 мен 6, 5 факториал қысқарады. Плюс келесі бізде С 9-дан 5. С
9'dan 5'ti alатын болсақ, 5 факториал көбейтілген 6, 7, 8, 9 болады екен бізде. 9'ға дейін сандарды алып алдық. Енді бізде 5 факториал. Енді 9'дан 5 алатын болсақ, 4 факториал болады. 4 факториалымыз да 24-ке тең болады. 5 факториал қысқарады 24-ке. Бастапқы 8 қысқартамыз. 3 қалады. 3-ті 6-ға бөлсек 2 қалады. Яғни біз мынаны теңдіктің сол жағын есептеп қойдық. Енді теңдіктің оң жағындағысын есептейік. Теңдіктің 10-нан 5-е бізде 5 факториал деп аламыз. Көбейтілген 6, 7, 8, 9, 10. Кішкене ұзақ болып кетті. Енді 5 факториал. Бізде 5 факториалымыз нешеге тең? Бұны былай қысқартып жазсақ болады. 4 факториалымыз 24, көбейтілген 5 деп алсақ. 5 факториалын 5 факториал қысқартамыз, 24-пен бастапқыдай қысқартып бастасақ. 2, 5-ні қысқартып болса, 10-ға қысқартып болсақ, 2. Енді оқушылар бізде есептеу бітті. Бізде біріншісінде 8-ден 4-тен бізде не шығады? 70. Қосамыз. 8-ден 5-тен, мұнда бізде 8-ден 5-тен не шығады бізде? 56. Өйткені 7 мен 8 ғана алды. 56. Келесі 9-дан 5-тен бізде не шығады? 7-ге 9. 63 көйтсең 26. Келесі теңдіктің жағындағысын қарайтын болсақ, мұнда бізде 7, 9, 63, 63 2 өтеміз. 2 өтеміз. 26 өтеміз. 252. Яғни біз теңдіктің сол жағындағы сандарды қоссақ 250-ге тең, және бізде теңдігіміз орындалды. Енді бізде үшінші есеп қалды. Үшінші есеп бізде 3. Бұл есепті біз сіздермен өте қысқа жолмен түсіндіре саламын деп шештім. Мұнда не дейді бізде? С алтыдан 0 плюс С алтыдан 1 қосылған С 6-дан 2 плюс 6-дан 3 6-дан 4 плюс 6-дан 5 плюс 6-дан 6 тең болады 64-ге. Яғни осы теңдікті біз қарастыруымыз керек. Енді құрметті оқушылар, бұны жеке-жеке есептеп алуымызға да және шатаспайтын болсақ, осы есептің барысында ұзағынан бір-біріне есептеп жазатын болсақ та болады. Мен бұны жеке-жеке есептеп, сіздерге мәнін қойып есептеп беремін. Негізі 6-дан 0 бізге 1-ге тең болады. Мен есептеп алдым. Онда енді бұл осындай сұрап жаза салайын сіздерге мен. 6-дан 1 6-ға тең болады. Келесі 15-ге тең болады. 6-дан 3-іміз 20-ға тең болады. Қосамыз. 6-дан 4-іміз 15-ге тең болады. 6-дан 5-іміз 6-ға, 6-дан 6-ымыз 1-ге тең 64. Яғни біз осы теңдіктің барлық сол жағындағын бәрін қосатын болсақ 64-ге тең болады. Яғни 64 тең 64. Бізде теңдік орындалды. Құрметті оқушылар, бізде сіздермен бүгін 3 есепті қарастырдық. 9-да 1, 9-да 2, яғни 9-да 3-ші есептерді сіздермен қарастырдық. Жеңіл жолмен шығаратын есептердің барлығын сіздермен бөлістім деп ойлаймын. Келесі бұтылының есебінде шығаратын боламын. Келесі кездескенде сау болыңыздар.